Биыл Орал қаласында 6 көпқабатты үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға беріледі. Сонымен қоса жуық арада Ақжайық шағын ауданының магистралдық желілерінің құрылысы да аяқталады. Алдағы жылы осы жаңа ауданда үйлер мен әлеуметтік нысандарды тұрғызу басталады. Осы және басқа да жоспарлар туралы қала әкімдігінде өткізілген брифингте жан-жақты баяндалды. Облыс орталығында соңғы жылдары құрылыс саласы қарқын алып келеді. Заман талабына сай зәулім ғимараттар салынып, қала көркіне сән келтіруде. Мәселен, тек биылғы жылдың өзінде 797 пәтердің құрылысы аяқталып, тұрғындар қоныс тойын тойлайтын болады. Жалпы аумағы 41 мың шаршы метрді құрайтын бұл баспаналар негізінен Зачаган және қаламыздың солтүстік шығыс ықшам аудандарында салынуда. Орал қаласы аумағында нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 14 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. 14 тұрғын үйдің 10 үйі тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналған, және 4 үй, ол деген мемлекеттік кезекте тұрған тұрғындарға арналған үйлер. Оның қазіргі уақытта бір үйін, 216 пәтерлі үйін біз тапсырдық қыркүйек айында, 216 пәтер, оның 72 пәтері деген көпбалалы аналарға табысталды. Бұдан басқа осы категория бойынша бізде тағы 3 үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Орал қаласы бойынша ірі және көптен күткен алып жоба ол Ақжайық шағын ауданы болмақ. Қала ішіндегі қала саналатын осы ықшам ауданның қазіргі таңда магистралды коммуналдық желілер толықтай жүргізіліп, келер жылы салынатын ғимараттарға тарту жоспарда. 2020 жылдың екінші жартысында 2-1-дей 12 қабатты үйдің құрылысы басталады. Ол үшін бүгінгі күнде қажетті жобалық сметалық құжаттары дайындалу үстінде. Жаңа Ақжайық ауданында біздің құрылыс бөлімімен 2 пилоттық кварталды тұрғын үйлерін жобалау жұмыстарына кірістік қазіргі уақытта. Аталған 2 кварталда 6 тұрғын үй кешенінен болады. Әр тұрғын үй кешенінде 200-ден астам пәтер болады. Сәйкесінше аталған құрылыс монтаж жұмыстарын келесі жылдың екінші жартыжылдығында бастау жоспарда бар. Қала келбетіне тоқталар болсақ, ағымдағы жылы шаһардағы тарихи ғимараттардың қасбеттері әрлендіріліп, айналасы абаттандырылды. Евразия даңғылындағы 12 қабатты 4 үйдің 2-інің сырты әспеттеліп, түрлі түсті бояулармен боялды. Қалғаны келер жылы жалғастырылатын болады. Лоқпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабдилов, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы үшін.